Сыздықова шынымен сан соғып қалды ма? Войдя к нему в доверие, обманным путем берет у него доверенность. Досын алдады ма? Досына алданды ма? Сыздықованың Манчуктың өзі шыққан бала шағасын алып сөйтіп нотариусқа барып, өзі қол қойып берді бәрін. Кәсіпкердің алданғаны ақиқат болса, 49 миллион теңгені не үшін алды? 49 миллион алған. 49 миллион. Я Сыздықова Манчук Кайырбековна взяла 49 миллионов тенге. Әкімдік бір жерге 2 рет ақша төлей ме? 2 раза под одну тоже мы же не можем заплатить. Бизнесімді тартып алды деп елді дүрліктірген Нұрғали Көпбосынов туған анасымен не үшін соттасты? Олар өздері ұрысқан, по-моему, бір-біріне сөйтіп соттасқан екен осы. Нұрғали Көпбосынов кешенге иелік ету үшін жалған құжат жасап, тіпті анасына қол көтергенде. Туристік кешенді кімнен тартып алды? Анықтап көрейік. 245 миллион алынған, 800 мың, содан 50 миллион алып жатыр. 50 емес, 49 миллион алған. 49 миллион. 49 миллион алған. Миллиондарды шытырлатып санап отырған азамат Нұрғали Көпбосынов, кәсіпкер Мәншүк Сыздықованың күйеуі. Ол 49 миллион теңге алғанын айтады видеода. Көлікте Нұрғали Көпбосыновтың әйелі Мәншүк Қайырбек қызы да бар. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Болды. Қанша болды общий бәрі? 49 болды. Болды ма? Енді мына келінге өчетті береміз енді. Сен келінге мынадан қолыңды көрсетпей, өзің қолыңды қойдыра беремін. Әйеліме үйге отырайын. Дауды сот процесі барысында медиация тәртібімен реттеу туралы келісімге қол қойып, 49 миллион теңге алғаны мәлімдеген Мәншүк пен Нұрғали көп уақыт өтпей кәсібімізді заңсыз тартып алды деп сотқа, бақ өкілдеріне, қоғамдық ұйымдарға арызданады. Оларда Манчук Сыздықова деген кәсіпкер бар, оның бизнесі болды, бизнесін қырып жойып, бизнестің орнына парковканы салды, ақшаны басқа адамға берді. 245 миллион 840 мың теңгеге бағаланған даулы автотұрақ осы. Бұрын бұл жерде туристік кешен болған. 2014 жылға дейін кешеннің заңды қожайыны Жанаргүл Рүстемова болады. Ол өзінің басқаруындағы кәсіпті 2014 жылы ұлы Нұрғали Көпбосыновқа нотариус арқылы сыйға береді. Бұл жер, оказывается, бұл өзінің шешесінікі болған екен. Рүстемова Жанар деген. Сөйтіп олар кімге? Нұрғалиға сыйға тартқан екен. Дарсыны Нұрғалиға тартқан екен. Нұрғали өзінің әйеліне өткізген екен, Сыздықоваға өткізген екен, дарсыны. Сөйтіп өздері между собой сол екі ортада келіспеушілік туып, енді Нұрғали әйелінің атына өткізіп жіберген екен. Бұл жердің, по-моему, өз сол ағалары, інілері, әкесі, шешесінің долялары бар ғой. Солар өздері ұрысқан, по-моему, бір-біріне. Сөйтіп соттасқан екен осы жермен. Сот процесі кезінде Жанаргүл Рүстемова ұлым Нұрғали Көпбосынов құжаттарға жалған қол қойды, тіпті жанжал кезінде дене жарақатын салды деп айыптаған. Алайда сот туристік кешен Сыздықованың атына заңды түрде өтті деп шешім шығарып береді. Түркістандағы туристік кешеннің құжаттарын кепілге алған Мейірман Қуанышбеков деген осы азамат. Дәлірек айтқанда Әмір Темір көшесіндегі даулы жерді танысына ма, әлде туысына ма 8 миллион теңгеге сатып жіберген кісі. Айтуынша Мәншүк пен Нұрғалиді алдамаған. Оның үйі, оказывается, ол ломбард биікке залогқа қойылған екен. Маған айтады, не деп? Сол ломбардқа барып 8 миллион теңгені төлейік. 8 миллион теңгені төлейік, сол жерден мысалы сол сәтте үйдің құжаттарын алып беремін дейді. Сөйтіп ломбард биікке барамыз. Сол жерге барып 8 миллион теңгені төлейміз. Сөйтеміз да 8 миллион теңгені төлеп болғаннан кейін бізге ешқандай құжат бермейді. 8 миллион теңгесі көз алдында ломбардқа кеткені, сатып алдым деген үйінің құжаттары қолына тимегені Мейірман мырзаның көңіліне күдік ұялатыпты. Нұрғали жақсы танысым болса да сенбедім. Сондықтан кассаға төлеген 8 миллион теңге немесе үйдің құжаты қолыма тигенше кепіл бер дедім. Көлігін сұрабен бермеді. Көлігінен Түркістандағы туристік кешеннің құжаттарын алып берді дейді ол. Өйткені сол жерде хайвей басталады. Нұрғали, сен былай айтқан кезде конкретно мен қадап тұрсын деймін ғой. Маған ақшам қайтарып бер. Болмаса
залогқа мына жерде мініп жүрген машинаңды бер деймін. Қандай машинада? Toyota Camry 70-касы ол болмайды дейді. Лучше дейді, саған мен наны берейін дейді да, машинасының ішінен сол Әмір Темір көшесінде орналасқан 11Б мекенжайда орналасқан құжаттарын, зданиясының құжаттарын маған береді. Сыздықованы үйіне, Сыздықова әйелі ғой кімнің, Нұрғалидің үйіне барып, бала шағасымен бір машинаға барып, мен машинасына отырып аламын, соны ана қашып кетпесін деп ше. Ол звондады, Байтұрсыновға бардық, сөйтті да Сыздықованың Манчуктың өзі шықты, бала шағасын алып, сөйтіп нотариусқа барып, өзі қол қойып берді, бәрін өзі көріп, бәрін қол қойып берді. Сөйтіп сол жерде отырып, мен айттым, мен жігіттер, Нұрғали, айналайын бауырым, ұсып қалмай, мен еріп жүрген, ешкім еріп жүрген жоқ. 3 күнде келді, мынаны договоренностьімізді ары қарай жалғастырып бітірейік та кетейік. Мен ақша беріп қойдым саған. Мен сені беріп тұрсың. Келмейсің ба, мен сені аямаймын. Мен жас бала емеспін сені. Неге жүріп жүретін? Ырын-жырыңа жүретін. Алымды сатып жіберемін. Біз келісім шарт, яғни сенімхат түзілген нотариусқа бардық. Бәрін оқыды. Сосын мен базадан көрдім, жаңағы жилой тұрғын үй емес, ғимарат екен. Сосын ғимаратты жаздым. Сөйтіп қол қойып берді ғой, әйелін шақырып қол қойып жасатты. Значит, сіз олардың қатысуынсыз емес, өздері бар кезде исправление жасадыңыз, иә? Одан кейін ол кісілер келді ме сізге? Там Сыздықоваға, там Нұрғали? Копиясын алуға келді. Екеуі. Иә. Қайтадан Мейірманға оралайық. Ол кісі Нұрғалидың хабарсыз кеткенінен күдіктеніп, тез арада жерді сатуға қояды. Сөйтіп танысы, әлде туысы Ғабит Оспановқа 8 миллион теңгеге туристік кешенді сатып жіберіпті. Осыдан кейін мемлекет мұқтаждығы үшін Түркістан қаласы әкімдігі Әмір Темір көшесі 11Б мекен жайында орналасқан кешенді 245 миллион 840 мың теңгеге бағалап, Ғабит Оспановтан сатып алады. Бұл 2020 жылы болған оқиға. Оған айтып түсіндірдім, бұл осындай маған доверенность берген еді, доверенностьті аннулировать ете алады ол. Мен ертерек срочно сатуым керек, мен алғаным 8 миллион теңгем шықса болды, мен сен 8 миллион теңге маған берді, мен үй алуым керек, мынаны сенің атыңа не алайық. 49 миллион теңге алып, медиациялық келісімге келе тұра Мәншүк Сыздықова мен Нұрғали Көпбосыновтың жерімізді тартып алды деп шу шығарғаны қалай? Кім кімді алдап жүр? Ерлі зайыптының көздегеніне. Этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы. Если они примут решение, что мы должны выплатить за изъятую землю второй раз, то мы выплатим. Что значит второй раз? Потому что первый раз 245 миллионов выплатили. Ну, это не им, это мошенникам выдали. А я не знаю, я не смотрел документы. Смотрите, окей, смотрите, тогда я вот так вот. Смотрите, вот по вашим 245 миллионов один раз выплатили, да? Так. Теперь нету решения правоохранительных органов. И если я сейчас выделю, это тоже народные деньги, 245 миллионов тенге. Также? Так. По 2 раза, под одну тоже мы же не можем заплатить. Сот шешімімен нотариустағы сенімхаттың күші жойылды. Ал Ғабит Оспановқа 245 миллион 840 мың теңгені мемлекетке қайтару міндеттелді.